Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен венский вафли пісіреміз. Өте дәмді, тәтті болып піседі. Пісіріп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Әдеттегідей қажетті заттарды видеоның астына салып қойдым. Алдымен бір ыдысқа жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Ертілген сары майымызды қосамыз. Сүтті қосамыз. Енді үстіне ұнды саламыз. Аз-аздан салып, шетінен араластырып тұрамыз. Енді массамызға қопсытқыш қосамыз, яғни разрыхлитель. Және ванилин қосамыз, шым-шым. Бәрін жақсылап араластырамыз. Үстіне қаймақ қосамыз. 100 грамм қаймақ жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің вафельный формам осындай. Қыздырып аламыз. Сөйтіп массамызды құйып шығамыз. Бізде осындай жұмсақ, нәзік, тәп-тәтті вафлилер пісіп шығады. Қалауыңызша үстіне қант ұнтаған, яғни сахарный пудраны сеуіп шықсаңыздар болады. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын сіздерге.